Бүгін 10 қазан 2024 жыл. Біз шебер шаңырақ бірлестігінің есеп беру көрмесіне келе жатырмыз. Ол көрме мынау ғимаратта өтеді. Көркем сурет галереясында өтеді. Міне біздің қыздар осы көрмеге келе жатыр. Қолөнер Тараз бірлестігінің қыздары. Міне қыздар келе жатыр. Міне Гүлнар ханымдар келе жатыр. Міне біздің қолөнер Тараз бірлестігінің қыздары көрмеге келе жатыр. Шебер шаңырақтың есеп беру көрмесіне келе жатыр. Көрме құтты болсын деп келатыр. Саламатсыздар. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Кіріңіздер қонақтар. Кіріңіздер. Міне көрмеге келе жатқан басшылар, қонақтар, шебер шаңырақ бірлестігінің. Жақсы, өзің қалай? Шашу, шашу. Шашу. Шебер шаңырақ қоғамдық бірлестігі дейді. Hoş geldinizler, salamatсыздар, қалайсыздар, ата рахмет. Жастықтың түрі көп, жүріңіздер, көріңіздер, келіңіздер. Керек деп ойлаймын енді өзім. Сонымен қатар қыздарға бір кішкене мотивация болсын деп, жастықтар байқауын ұйымдастырып жүрдім. Өзімнің қыздарымның арасында енді приятный істер. Байқауды естігенде ойладым да жастықтың түрі бар. Жастықтың түрі бар. Енді ана сізге қарап қойыңыз, жастықтың түрі бар. Сондықтан да араласып көре беріңіз, аха. Жоғары Жағында деген. Иә, баскетбол, волейбол ойнағанға күшті. Мынандай істегім келеді. Мынандай Қалайсың? Шебер шаңырақ бірлестігінің жұмыстары. Племянница у меня не замужем, на приданное приятно. Я осы. Один Аха. чем на базаре страшно хорошо. Иә. Нет, на базаре аккуратно, все нормально, но вот не так красиво.
Күшті кілемдер екен. Шашу шашылып жатыр, той қызып жатыр. Соны биыл анау неге жасап жазып едік. Қол өнершілер. Она с Венгрии приехала. Сырбақтар. Керемет дүниелер. Сіздер үшін ортада өздерінің әсем биімен ақ киіп. Көрме құтты болсын. Армысыздар өнерсүйер қауым, құрметті қонақтар. Жамбыл облысының 85 жылдығына орай шебер шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жастықтар әлемі атты байқауына және де есеп беру көрмесінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Ендеше жастықтар әлемі байқауының жұмысына атсалысқан шеберлерді марапаттау үшін ортаға алғашқы сөз Жамбыл облысы әкімдігі кәсіпкерлік индустриалды инновациялық дамыту басқармасының басшысы ортада Сейсебаев Аспандияр Мұратәліұлын ортаға шақырсақ. Қошеметпен. Бүгін жастықтар әлемі деген өте керемет байқау болып жатыр. Әлемдік қолөнершілерді қабылдап, өздеріңіз қатыстыңыздар, атсалыстыңыздар, сіздерге алғыс. Сол жерде біраз дүниені көрдік. Бірақ дегенмен өзіміздің дәстүр, қыздарымыз қазір заманауи технологияны қолданып жатыр. Біздің дәстүрімізді ары қарай дәріптеп жатыр. Сіздерге алғыс. Үшінші дәрежелі диплом Жамбыл облысы 85 жылдығына орай ұйымдастырылған қалалық жастықтар әлемі атты қолөнер байқауының жеңімпазы Байминова Зағида Камаловна ортаға шақырамыз. Келесі бізде екінші дәрежелі диплом Канибетова Алтынша Сәнияз қызын ортаға шақырамыз. Бірінші дәрежелі дипломы Әлия Амантаевна ортаға шақырамыз. Кешірім өтінем, бұл орын алған кісілердің бәрінің ақшалай сыйлығы бар. Ортада Тараз қаласы әкімінің орынбасары Жауынбекова Гүлдана Әлімжан қызын ортаға шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті көрмеге қатысушы азаматтар. Бүгін керемет көрме өтіп жатыр. Анар ханымның ұйымдастыруымен мынау шебер шаңырақ қоғамдық бірлестігі бүгін өзінің көрмесін ұйымдастыра отырып, барлық мерекені ұштастыра отырып, Жамбыл облысының 85 жылдығы Тараз қаласының мереке күніне орай жастықтар әлемі байқауын ұйымдастырып жатыр. Сіздердің әлі де көрсетерлеріңіздің, көп ойларыңыздың барына сенеміз. Мереке құтты болсын. Көп рахмет. Ендеше өзіміздің марапатымызды бастайық.
Шебер шаңырақ қоғамдық бірлестігі қолөнершілерінің есеп беру көрмесіне және Жамбыл облысының 85 жылдығына орай ұйымдастырылған қалалық жастықтар әлемі атты қолөнер байқауына қатысқан Көшекбаева Әлима Уәли қызын ортаға шақырамыз. Келесі кезекте құттықтау сөз және марапат үшін ортаға Аманат партиясының басшысы Дауыл Ынтықбайұлын ортаға шақырамыз. Қошемет, құрметпен. Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым, қадірмен жерлестер. Бүгін енді үлкен бір шараның куәсі болып отырмыз. Әрине, шебер шаңырақ қоғамдық бірлестігінің туындылары қандай қарасаңыз өте керемет. Барлық ұжым мүшесіне қолайлы табыстар тілеймін. Жамбыл облысының 85 жылдығына орай жиналған қауым, мерекелеріміз құтты бола берсін. Құрметті қонақтар, құрметті қол өнершілер, мына сіздерді бүгін баршаңызға шын мәнінде алғысымды айтқым келеді. Әкімшілік бар, кәсіпкерлік бар, туризм бар, соның барлығына да бір расымен де өткенде қол өнершілер біздің осы Тараз қаласында өткен үлкен халықаралықта керемет атсалыстық. Дегенмен де төрт ассоциация шетелден келген көрмелердің арасында заттарымыз көрінер-көрінбес болып қалды. Сондықтан да осы іс-шараның басты мақсаты әр дарынды шеберді көрсету, әр шеберіміздің жұмыстарымен таныс болу. Сонымен қатар осы өсіп келе жатқан келер ұрпаққа тәлім-тәрбие беру. Және де осындай алғыс хат Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық дамыту басқармасының Тараз туризм туристік ақпараттық орталығы ұжымына және Қонақтар, көрмені тамашалаудың сәті келіп жетті. Баршаларыңызды көрмені тамашалау. Көрмеге апалар келіп тұр міне.